Бүгінгі күні наны нанша рет оқысаң ризығың артып кетеді. Кошелекке мына дұғаны, мына аятты мына түнінде салып қойсаң сенің ризығың артып кетеді. Ақшаң көбейіп кетеді. Күйеуің миллионер болып кетеді деген сияқты дәрістер өте көп. Бірақ біз бұл нәрселерден сақтануымыз қажет. Себебі біз сауап аламыз деп кейде курстарға қатысып, керісінше күнәға батып қалуымыз мүмкін. Әлеуметтік желідегі орамал тағып алып сізге дінді үйретіп отырған адам ұстаз, діни білімі бар маман деп айта алмаймыз. Сондықтан дініңізді кімнен алып отырғаныңызға мән беріңіз. Себебі діннен шығаратын да амалдар бар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті ханымдар, Алла тағала мадақ пайғамбарымызға салауат болсын. Бүгінгі дәрісте сіздермен ризықты арттырудың 10 жолы жайында айтатын боламыз. Бұл ризықты арттырудың жолдары Құранда және пайғамбарымыздың сүннетінде келген жолдар. Өйткені бүгінгі күні әлеуметтік желіде өте көп эксперттер тарап жүр. Діни білімі бар болсын, діни білімі жоқ болсын, әрбір кісі өзінің курсын сату үшін неше түрлі техникаларды таратып жүрген жағдай бар. Сондықтан да Алла қаласа бүгін сіздерге осы Құран мен сүннетте келген ризықты арттырудың жолдарын үйрететін боламыз. Дәл осы жерде мына нәрсені сіздерге ескерткім келіп тұр. Бүгінгі күні наны нанша рет оқысаң ризығың артып кетеді. Кошелекке мына дұғаны, мына аятты мына түнінде салып қойсаң сенің ризығың артып кетеді. Ақшаң көбейіп кетеді. Күйеуің миллионер болып кетеді деген сияқты дәрістер өте көп. Бірақ біз бұл нәрселерден сақтануымыз қажет. Себебі біз сауап аламыз деп кейде курстарға қатысып, керісінше күнәға батып қалуымыз мүмкін. Екінші мәселе бар, бұл жерде сенім тұрғысынан. Мысалы, сізге біреу айтады, Алла тағаланың Әл-Карим есімін мың рет айтқан соң осындай ризығың артады, үйлі боласың деген сияқты. Дәл осы жерде мынадай мәселе бар. Сіз егерде Әл-Карим есімін құлшылық мақсатында айтатын болсаңыз, онда сіз сауабын аласыз, әрі Алла тағала ойламаған жерден ризық беру мүмкін. Ал егерде сіздің ниетіңізде тек қана оны үйлі болу үшін ғана айтатын болсаңыз, біріншіден сіз үйлі болуыңыз да мүмкін, болмауыңыз да мүмкін. Неге? Өйткені ризықты беруші Алла. Екіншіден, егерде сіз тек қана үйлі болу ниетімен айтып, үйлі болған соң ол есімді тастап кететін болсаңыз, немесе айтпай қоятын болсаңыз, бұл жерде сіз сауаптан ешқандай сауап ала алмайсыз. Себебі ниетімізде біздің тек үй болу үшін ғана, яғни дүнияуи мақсатта ғана айтқан едік. Бүгінгі күні расында осы діндарларақ, немесе орамалдағыларақ ақылды болып кетті дейтіндей деп айтатындай жағдайға жеттік шын мәнінде. Себебі әрбір әлеуметтік желідегі орамал тағып алып сізге дінді үйретіп отырған адам ұстаз, діни білімі бар маман деп айта алмаймыз. Сондықтан дініңізді кімнен алып отырғаныңызға мән беріңіз. Себебі кейбір амалдар бар, діннен шығаратын да амалдар бар. Мысалы, бірде мен мынандай пост оқып қалдым. Бір нумеролог еді, есімде жоқ, алдымнан шығып қалды. Қарасам, ол жерде былай деген: Субханалла, ең қорқынышты мәселелердің бірі Алла тағаланың есімдерін айтып келеді да, осы есімдерді айт, осынша күн айт, сол кезде жаңағыдай бір нәрсе болады, осындай бір нәрселерді жазғанда былай жазады: Алла тағаланың есімін айтып келеді, Алла тағала, Алла, Ар-Рахман, Ар-Рахим деп, соңында Микаил, Жабриил деп кеткен да, яғни періштелердің атын айтып кеткен. Біз мұсылман періштелерді де жаратушы Алла екендігін білеміз. Сондықтан да біз періштелердің атын айтып дұға етуімізге болмайды. Мен ол кісінің жекесіне де шығып ескерттім. Қарап тұрсаң, намаз оқитын оқымайтын білмеймін, себебі орамалда емес. Екіншіден, комментарийге де жаздым. Мені кәдімгідей блокқа қойып, әлі күнге дейін сол нәрсесін жалғастырып жатыр. Ал енді ол жердегі адамдардың комментарийін оқысаңыз, сұмдық. Осы тым содан күшті болып кеттім, бүйттім күшті болып кеттім деп. Дүниеде сіз күшті болып кететін шығарсыз, бәлки. Бірақ та, құрметті ханымдар, ақыретіңізде сіз құрдымға кетуіңіз мүмкін. Сондықтан да мен сіздерге айтарым, міндетті түрде сіздер дүнияуи пайдаға жеткілеріңіз келсе де, ақыреттік пайдаға жеткілеріңіз келсе де, өз маманынан алыңыздар. Мысалы айталық, сіздер маған келіп қаржылық сауаттылықты үйретіңізші, маған бизнесін басқарып беріңізші, сіз ұстазсыз ғой десе, мен оны жасай алмаймын. Неге? Өйткені Құранда айтады керісінше: әр нәрсені өзінің ілім иелерінен сұраңдар дейді. Субханалла. Яғни мен отырып алып, мен ұстазбын, қаржылық мәселелерді де айта берем, қазір бәрін күшті қылып берем деп айта алмаймын. Мен сіздерге қаржылық мәселелеріңізді реттеудің шариғаттағы жолын айтам. Ал енді ары қарай түскен қаражатыңызды басқару, оның көбейту жолдарын сіздер
соның маманынан үйренесіздер. Сондықтан да екінің біріне сеніп айтқандарын жасай берудің қажеті жоқ. Кезінде естеріңізде ғой, қызыл кошелекте деп шықты, жасыл нәскиде деп шықты. Қаншама адамдар адасты. Осы адасушылардан болып қалмайық. Керісінше біз пайдалы ұстаздардың видеоларын бөлісіп, таратып, адамдарды адасудан алып қалайық. Иншалла соған себепші болайық. Енді жалпы ризық мәселесінде ең бірінші білуіміз керек болған нәрсе, біз жаратылмай тұрып Алла Тағала біздің ризығымызды белгілеп қойды. Екіншіден, анамыздың ішінде кезінде біздің ризығымызды белгілеп қойды. Біз қазір 2, 3, білмеймін 5 жұмыс істесек те біз Алла Тағала белгілеген ризықтан асып түсе алмаймыз. Сол секілді, ризығым жазылып қойыпты ғой деп диванның үстінде жатып алмаймыз. Яғни біз осының ортасын ұстанамыз. Біз әрекет етеміз, ақша табуға тырысамыз, жұмысқа шығамыз, алайда қанша айлық алатынымыз, немесе аяқ астынан сіздің айлығыңыздың көбейіп кетуі, немесе керісінше сіз банкротқа ұшырауыңыз, бұның барлығы Алла Тағаланың қалауымен, рұқсатымен болатындығын біліңіз. Сондықтан да сіздің ризығыңыз аз, кем деп біз тек қана ризықты ақшамен, материалдық дүниемен, немесе үймен, көлікпен шектеп қоймауымыз керек. Себебі сіздің таңертең аман-есен оянуыңыз бұл сіздің ризығыңыз, жұтып жатқан ауаңыз бұл сіздің ризығыңыз, сіздің бала шағаңыз бұл сіздің ризығыңыз, жеп жатқан тамағыңыз, жүре алуыңыз, аяғыңыз, қолыңыз, бұның барлығы сіздің ризығыңыз. Және осы дәрісті тыңдап отырғаныңыз, оны көре алуыңыз, ести алуыңыз бұл да сіз үшін ризық. Себебі ризық материалды болып бөлінеді және рухани болып бөлінеді. Сондықтан да біздің ата-анамызға деген махаббатымыз, немесе ата-анамыздың бізге деген махаббаты, оны ақшамен сатып ала алмайтын ризықтар. Бірақ ол да ризық. Сондықтан да Алла Тағала әркімге әртүрлі ризықты белгіледі. Біз тек сол ризыққа разы болуымыз маңызды. Енді разы болу керек, шүкір деп отырып, қарызға кіріп, кредитке батудың қажеті жоқ, әрине. Ал бастысы әрекет етеміз, бірақ нәтиже Алладан екендігін ұмытпау. Міне осы нәрсеге сіздерді шақырамыз. Енді Алла Тағала бізге Құран кәрімде жалпы ризықты арттырудың жолын көрсетеді. Сондай-ақ тек қана ризықты арттырудың жолын емес, кез келген проблеманың шешімін көрсетеді. Ол қандай? Ол Алла Тағаладан қорқу, тақуалық. Қараңыздаршы, тақуалық деген бұл рухани нәрсе. Бірақ Алла Тағала соны бізге немен байлап қойды? Біздің ризығымызбен байлап қойды. Кімде-кім Аллаға тақуалық ететін болса, Алланың харамдарынан сақтанатын болса, Алла Тағаладан қорқатын болса, яджаллаху махраджа деді. Алла Тағала оған шығатын жол тауып береді деді. Қараңыздар. Бұған бір мысал. Бір затты кредитке алайын деп отырсыз. Телефонды, айфонды. Ойбай, жұмысыма керек, анау-мынау десеңізде, сіз кредитке телефон алайын деп тұрдыңыз ойыңызда. Күшті мүмкіндік туды. Каспий 24 болып жатыр делік. Дәл осы сәтте сізде екі жол бар. Не сіз барасыз да харам жолмен сол телефонды аласыз, немесе күтесіз, ақшаңызды жинайсыз. Сол кезде Алла Тағала сізге адал жолымен сізге сол телефон жетеді. Егер бұл телефон біздің ризығымызда жазылған болса, қыздар, бұл бізге келеді. Бірақ харам жолмен келе ма, адал жолмен келе ма, оны таңдайтынсыз. Себебі біз қандай жолмен келетінін жазған жоқпыз. Біз таңдаймыз. Алла Тағала соған қарай жазды. Екіншіден, Алла Тағалаға тәуекел ету. Яғни тәуекел ету дегеніміз, таңертең тұрдыңыз, сіз жатырсыз, мысалы, менің ризығым көбейсе екен деп жатпайсыз. Сіз бір әрекеттер жасап көресіз. Бірақ ол әрекеттердің өзі адал жолмен болады. Мысалы, бір ұсыныс келді сізге. Сол ұсынысты бастайын ба, бастамайын ба деп қорқып отырсыз. Адал, бәрі сенімді делік. Осы жерде біз көбіне өзіміздің сенімсіздігімізбен тоқтап қаламыз. Өзіміздің қорқыныштарымызбен бұл қайдан шыққан батпан құйрық деп кейде бір ризықтардан өзімізді өзіміз тосып қаламыз. Ал енді осы кезде біз тәуекел етіп, сол Алла Тағала берген идеяға немесе мүмкіндікті алып кірісетін болсақ, онда біздің ризығымыз арта түседі екен. Бұған мысал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады ғой, егер сендер құс секілді Аллаға тәуекел ете алғандарыңда дейді, онда Алла Тағала ойламаған жерден сендерді ризықтандыратын еді. Ал құс не істейді дейді? Ол таңертең құс жоспарлай ма? Мен бүгін тау жаққа жұмысқа барам деп. Немесе мен бүгін өзенге барып жұмысқа барам, ризығым табам деп жоспарлай ма? Құс жоспарламайды. Құс тек Раббысына сеніп, қанаттарын қағып, не істейді? Ұшып кетеді. Ал кешке тоқ қайтады дейді.
Міне құс секілді біз кейде құстың миындай ми жоқ деп жатамыз ғой, бірақ бізде құстікіндей тәуекел жоқ та. Үшінші ризықты арттырудың жолы бұл әрине шүкіршілік. Себебі Алла тағала Құран кәрімде айтады, тағы да дәлел сіздерге. Алла тағала айтады, кімде-кім шүкір ететін болса, мен оған арттырамын дейді. Енді осы жерде шүкірлік деген не? Қараңыздаршы, біз шүкірлік десе шүкір деп отыра беруді түсінеміз да, бірақ олай емес. Керісінше әрекеттер жасау ғой шүкір ету деген. Ол қандай әрекет? Мысалы, ауызбен айту. Альхамдулилля аля кулли хал. Менің әрбір нығметіме шүкір. Бар болса да, жоқ болса да шүкір. Екіншіден, оны денемен әрекет етіп көрсету, яғни намазымызды оқу, садақамызды беру деген сияқты. Көрдіңіздер ма? Яғни шүкірліктің өзі бүйтіп отыра бермеу керек екен. Керісінше ауызбен айтамыз, денемен көрсетеміз, мал дүниемізбен береміз да, артынан келесі амалға кірісеміз. Жақында бір құрбым айтып жатыр да, Айнұр, мен осы күнге дейін түсінбеппін. Алла тағала бізге неше түрлі есіктерді ашады екен ғой, ризықты табудың дейді. Тек біз жаңағыдай бір жолды ғана көреміз. Мен осы жолдан, осы жұмыстан ғана айлық табам деген сияқты біз бір жұмысқа байланып аламыз да, басқа жұмыс ұсынып жатса да жоқ, бірақ ақшамыздың көп болғанын қалаймыз, ризығымыздың артқанын қалаймыз, айлығымыздың көбейгенін қалаймыз дейді. Сондықтан осы жердегі маңызды мәселе мүмкіндіктерді көре алу және сол мүмкіндіктерді пайдалана алу екен. Келесі ризықты арттырудың жолы бұл әрине таңғы уақыт. Мен ылғи айтамын ғой, қаншама мұсылман емес миллионерлердің өзін қарайтын болсаңыз, немесе магия утраны жазған кісіні мысалы қарайтын болсаңыз, таңдағы уақыттың берекесін айтады. Олар Аллаға сенбеуі мүмкін, бірақ олар өздерінің медитациясын жасайды, бірақ өздерінің иттерін қыдыртып шығады, таңертең жүгіреді, яғни таңертең өздері нелерді жасайды, әрекеттерді жасайды. Алла тағала мен мұсылман емеске ризықты әртүрлі берем деген жоқ. Түсінесіздер ма? Сен кәпір болсаң да, бірақ ризықты арттыратын жолдарды жасайтын болсаң, онда Алла сенің де ризығыңды арттырады. Мұсылман болсаң, енді біз мұсылман болып кейде осы нәрсеге иман келтірмейміз да, таңғы уақытта біз ұйқымен өткіземіз. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әшейін бір нәрсені дұға ете ма? Әрине жоқ. Пайғамбарымыз не деп дұға етті? Я Алла, үмметімнің таңына береке берші деді. Және таңда ұйықтамауға өзінің отбасында, сахабаларында шақырды. Өйткені Алланың ризығы таратылып жатқан кезде біз сол ризықтарды алып қалуымыз керек екен. Ол иман болсын, ол құлшылық болсын, ол финансовый нәрсе болсын, Алладан сұрап отыруымыз керек та сол кезде. Я Алла, мен бүгінгі ризығымды арттыршы. Ал ең бастысы берекесін сұрау сол нәрсенің. Өйткені сенің айлығың 30 мың ғана болуы мүмкін, бірақ ол берекелі болғандығы үшін ол 3 миллионға татуы мүмкін да. Себебі біз кейде көреміз 3 миллион табатын бойдақ қыздар бар да. Мысалы, бойдақ немесе ұлдар бар. Жетпейді. Жоқ, келесі айға дейін қарызға кіріп кетіп жүреді. Мен айтам да өзімнің айналамдағы кісілерге де, не істейсің оны? Олар не істейді? Түнімен жұмыс істейді. Түнімен пиццаға барады, сушиге барады, сөйтеді да не істейді? Таңертең ұйықтайды олар. Көрдік па? Яғни біз приоритеттерді ауыстырып алдық. Сол кезде бізде береке кетеді. Келесі ризықты арттырудың жолы бұл әрине истихфар айту. Себебі Алла тағала Құран кәрімде Нұх сүресінде айтады. Нұх пайғамбардың тілімен айтады. Фақульту стағфиру раббакум. Мен айттым, Алладан кешірім сұрап истихфар айтыңдар деп. Сонда Алла тағала не береді деді? Аспаннан жаңбыр жаудырады деді, қараңыздар. Астарыңнан өзен ағызады деді, қараңыздар. Яғни бизнес қой бұның бәрі, егер қазіргі тілмен айтатын болсақ, сол сияқты сендерге бала шаға береді деді. Мысалы, сондай оқиғалар бар. Истихфар айтып балалы болған. Ұзақ жылдар дәрігерлер балалы болмайсың сен деп жаңағыдай болды енді бітті деп диагноз қойған кісілер осы радиодан естіп қалған ғой, истихфар айтсаң деп, осы Нұх сүресінің тәпсірін естіген кезде ерлі зайыптылар истихфар айтып бастаған. Күнде мысалы санын емес сапасына жұмыс, Аллахым кешірші деп. Өйткені қараңыздар, біздің күнәларымыз бізге келе жатқан ризықты тоқтатып қалады. Ол қандай күнә болуы мүмкін? Ол ауызбен жасалатын күнә болуы мүмкін. Ол бүгін Инстаграмнан бір харам нәрсе көріп қалған болуымыз мүмкін. Осы күнәлар бізге келе жатқан ризықты тоқтатып қалады. Ал сен истихфар айтқан кезде, мына күнәні кешіреді ғой Алла тағала, жояды. Сол кезде ризығымыз бізге жетеді да, субханалла. Қараңыздаршы, біз ризықты жұмыс істеуім керек, көп жұмыс істеуім керек деп жүргенде, негізгі сіздің ризығыңызды тосып тұрған сіздің күнәңіз болуы мүмкін. Осы күнәні алып тастасақ, сол ризық бізге топ етіп түсе қалады. Осы себепті біз истихфарымызды көбейтуіміз керек. Және истихфар айтқан кезде, құрметті ханымдар, ризығым көбейсін деп айтпайықшы.
бүгінгі күні техника қылып сатып жүр ғой. Ойбай 100 рет айт, жаңағыдай истихфарды 100 рет айт, сонда ризығың көбейеді деп. Біздің мақсат ризық көбейту үшін болмау керек. Біздің мақсат күнәміздан тазару үшін болу керек. Күнәмізді Алла кешірсінші, Аллахым кешірші, астағфирулла, Аллахым кешірші деп біз Алладан кешірім сұрағанда біз екі нәрсені аламыз кемінде. Бірінші ол күнәләріміз кешіріледі, екінші ризығымыз артады, ал үшіншісі ол ақыретте болады. Біз оның сыйын тіпті білмейміз. Сондықтан да бізге маңыздысы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқанда, мен күніне 70-тен бір хадисте 100-ден аса истихфар айтамын дейді. Біз онда сүннет ұстанамыз, ол үшін тағы сауап аламыз. Тек ризық үшін ғана айтуды доғарыңыздар, иншалла. Жетіншісі, бұл көпшілігіміз мән бермей жүрген, немесе бүгінгі күні түсініктерді ауыстырып алған ризықты арттырудың жолы шариғатта айтылған, бұл туыстық қарым-қатынас. Қараңыздаршы, әсіресе қыз келіншектер, әсіресе әйелдер біз не дейміз? Інілеріне бере береді, мамаларына бере береді, анаған бере береді деп ренжейміз, иә? Бірақ субханалла, сол арқылы Алла тағала сіздің күйеуіңіздің ризығын арттырып жатқан шығар. Беретіндей мүмкіндік жасап қойған шығар бәлки. Біз білмейміз ғой. Өйткені хадисте ма қателеспесем келеді, бер дейді, ей адам баласы, бер дейді, мен саған бере түсем дейді. Мүмкін қателесу мүмкін, ғалымдардың сөзі болуы мүмкін, сондықтан да мән берсеңіздер, яғни сіз қаншалықты бересіз, Алла тағала сізге үстінен жаудыра береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тағы бір хадисінде келеді, егер кімде-кім өмірінің ұзақ болған және ризығының мол болғанын қаласа, онда туыстық қарым-қатынасты жалғасын дейді. Ал енді қараңыздар, туыстық қарым-қатынас деген ол тек қана біз араласатын адамдармен ғана араласу емес. Туыстық қарым-қатынас деген бізбен араласқысы келмейтін туыстармен араласу ғой. Ең болмағанда қайғысына ортақтасып, қуанышына ортақтасу. Сыртынан дұға ету, субханалла. Яғни біз не істеуіміз керек осы жерде? Туыстық қарым-қатынас та бір ризықтың жолы ғой. Сіз ол жерде әрине тағы да ниеттеріңіз түзеңіздер, ризығым артсын деп. Бүгінгі күні мынандай нәрселер шықты ғой. Әкеңнен кешірім сұра, сонда жаңағы байлық есіктері ашылады екен деп. Жұрттар әкелерінен кешірім сұрап кетті да. Жай ғана кезде әкемізден кешірім сұрамайтын адамдар не істеді? Тіпті өлген әкелеріне хат жазып, жылап, сықтап, неше түрлі техникаларды жасап жүр. Ал бірақ ол біздің дінімізде айтты ғой, ата-анаңды құрметте, туыстық қарым-қатынасты үзбе деп. Сыйлатур рахма дейді, бұл Алла тағаланың мейірім есіктері ғой, туыстық қарым-қатынас деген. Өмір жасыңды ұзақ ететін және берекелететін есіктердің бірі. Бірақ бүгінгі күні ешкімге міндетті емес, не сенің туысқандарың сенсіз бай болмай ма, не сенің туысқандарың сенсіз өмір сұрамай ма, неменеге үйтеді, неменеге бүйтеді деген сияқты біз түсініктерді ауыстырып тастадық. Енді осыдан кейін біз ризығымыздың артқанын қалаймыз да. Ойланайықшы, ризық туысқан арқылы қалай келуі мүмкін? Тойды елестетейікші. Ата-анамыз жүреді, тойға дайын емеспін деп, қыздар жүреді, жаңағыдай ойбай, артымнан апаратын киімдерді дайындауым керек, жұмыс істеуім керек деп, Ал енді аяқ асты үйленетін болған кезде сол туыстар емес пе келіп тойды көтеріп жіберетін? Сол туыстар емес пе қазаны көтеріп жіберетін? Яғни міне осы арқылы Алла тағала туыстықты қарым-қатынасты біз реттейтін болсақ, сіз жаңа жұмыс істеп таппаған ризықты басқа жағынан беріп қояды. Бұл күнделікті біздің өмірімізде болып жатыр, бірақ біз сол нәрсенің қадіріне жете алмай жатырмыз. Жалғыз қартайған кезде біз сол кезде түсінеміз, ертең итпен мысықпен отырған кезде. Біз де сол күнге келе жатырмыз да, Алла сақтасын. Кезінде Америкада сөйтеді екен деп ойлайтын едік, немесе орыс апалар сөйтеді екен деп. Бүгін қазақтар сол нәрсеге келе жатыр. Келесі 8-ші ризықты арттырудың жолы ол әрине садақа. Өйткені қараңыздар, сіздің бір бизнесіңіз бар, саудаңыз бар, білмеймін, тұрақты айлығыңыз бар дедік. Сол тұрақты айлығыңыздың кесіліп қалуы мүмкін, немесе бизнесіңіз бір құрдымға кетейін деп жатқан болуы мүмкін да, тағдырыңызда. Сол жол келе жатыр. Бірақ сіз садақа берген кезде садақа бәлені қайтарады деді. Яғни жаңағы келе жатқан бәлені қайтаруға мүмкіндік екен. Яғни тапқан табысыңыздан белгілі бір бөлігін міндетті түрде сіз садақаға беріп отыратын болсаңыз, ол сіздің садақаңыздың ұнамсыз, яғни түскен ақшаларды, ұнамсыз жолмен түскен ақшаларды не істейді? Тазартады, зекетін беру, содан кейін барып ол не істейді? Ризығыңызды арттырады. Енді қараңызшы, осы жерде көбісі садақаны береді, тағы да. Садақаға Алла тағала 10 есе деген. Мен қазір 500 теңге берсем, 5000 теңге болып қайтады деген бір есеппен қайтарады, есеппен береді. Құрметті ханымдар, Алла үшін істеу деген ол сондай, тіпті сен осындай дүниеңді реттеп беретін біліп тұрсаң да, сен Аллахым, сен оны реттемесең де, мен сен үшін беруге дайынмын деген кезде Алла жаудырады ғой.
Қарашы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мысалы өміріне қарайтын болсақ, пайғамбар кедей болған жоқ. Ол бар болды ода, бірақ ол барын беріп тастап отырды. Тіпті бір күні түнде ұйықтай алмай жатады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Айша анамыз сұрайды: "Я Алланың елшісі, не болды? Ары бері дөңбекшіп ұйықтай алмай жатсыз ғой" деп. Сонда ана үйде не қалып кетіп еді, жаңа белгілі бір қаражат тұр еді. Соны мен жұмсай алмай қалдым бүгін садақаға деп, соны уайымдап жатырмын дейді. Ал біздің кәсіпбиімізде қанша ақшалар болуы мүмкін, садақасын беруге қимай жүрген, туысқандарымызға жұмсауға қимай жүрген. Бірақ өзімізге күшті қылып оны не істейміз? Барамызда Есентайдан бір нәрсе алуымыз мүмкін, сторис үшін. Енді бүгінгі блогерлердің несімен қарайтын болсақ, сондықтан да Алла тағаланың берекесі ол басқа жақтан келуі мүмкін. Біз ризық деп және тек қана ақшаны ғана түсінбеуіміз керек. Қашан біз ризық деп ақшаны ғана түсінетін боламыз, бізде проблемалар басталады. Қандай? Өйткені сіз ақша сұрадыңыз, Алладан ақша сұрадыңыз, Алла сізге туысқанды да беріп жатқан болуы мүмкін, үйіңізге береке беріп жатқан болуы мүмкін, отбасыңызбен күшті қарым-қатынас беріп жатқан болуы мүмкін, бірақ ақшаға сіз тіреп тұрсыз ғой. Сол кезде сізде не басталады? Тревога басталады да, сіз басқа нығметтерден айырылып қаласыз. Өйткені сіз неге ақша таппайсың деп күйеуіңізге ұрсасыз, неге жарата бересің деп барып жаңағыдай тағы да ренжісесіздер деген сияқты. Көрдіңіздер ма? Сол себепті біз ризық деп тек қана нені түсінбеуіміз керек? Ақшаны ғана түсінбеуіміз қажет. Енді келесі ризықты арттырудың жолдары бұл практикалық амалдар. Әрине, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келгендей Уақиға сүресін оқу. Күнде жатар алдында Уақиға сүресін оқыңыздар. Осы жерде біреулер сұрап жатады: "Мен арабшасын оқи алмаймын, транскрипциямен оқысам бола ма?" деп. Дәл осы сүре сізге арабша үйренуге себепші болсын. Екіншіден, транскрипция оқығаннан гөрі одан да арабшасын тыңдаңыз. Міндетті түрде күнде ютубтан тауып алып Уақиға сүресін тыңдаңыз. Сондай-ақ ризықты арттыратын, көбейтетін жолдардың бірі бұл салауат айту. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға кімде-кім салауат айтатын болса, онда Алла тағала оның проблемаларын шешіп береді. Енді осы жерде қызығы, бүгінгі күні мақтану мекен, енді бір жағынан бір адамның мәртебесі мекен, оны не деп айтуға келетінін білмеймін. Біз кешке өзімізге мынандай нәрсе жасап кетуіміз мүмкін да, тағаджүб деген нәрсе бар. Бұл өз-өзімізге таңғалу. Мен бүгін 1000 рет салауат айттым, ал жұлдыз болса айтпады. Немесе анау группадағылар 100 рет айтыпты, мен болсам 5000 рет айттым деген сияқты ішімізде тағаджүб, өз-өзімізге таңғалу, өз-өзімізге тамсану сияқты бір нәрсе пайда болуы мүмкін. Осы кезде бізге өте маңызды нәрсе ниетімізді түзеу. Ғалымдарымыздың бір сөзін оқып қалып едім: "Жақсы амалдарыңды санамай қойыңдар" дейді. Өйткені Алла сендердің амалдарыңды жемейді, қиянат жасамайды дейді. Одан да сендер сол сияқты күнәларыңды санасаңдар еді ғой дейді. Қарашы, біз күнәмізді санайтын болсақ, таңертең тұрдым, мынандай күнә жасап қойдым, мынандай күнә жасап қойдым, сосын мынандай күнә жасап қойдым. Мен бүгін 100 рет күнә жасап қойыппын деп біз сол 100 күнәміз үшін күнделікті тәубе етіп, истихфарымызды айтып, Алла тағаладан кешірім сұрайтын болсақ, біздің ризығымыз қаншалықты болатын еді. Бірақ біз не істеп жатырмыз? Өкінішке орай жақсы амалдарымыз санаумен тахаджудке тұрдым. Жақсы, бұл қуану, тұра алғаның үшін. Бірақ өзімізді басқалармен салыстырып кетпейік. Бұл рияның ең жасырын түрі. Бұны адам өзі де сезбей қалуы мүмкін. Жақсы амал жасап жатқан сияқты шайтан жетіп келеді: "Қараш, күштісің, сен күштісің, сен мықтысың, сен жұрт бермеген садақаны бердің." Осы жерде ең маңызды нәрсе біздің тек қана сізбен Алла ғана білетін амалдарымыздың болуы. Бүгінгі күні әлеуметтік желіде бәрімен бөлісіп жатыр ғой. Спальный, ванна, бәрімен бөлісіп кеттік. Жұмсап жатқан садақамызбен бәрімен, бірақ бізде жасырын амал болу керек. Оны сіз ғана білесіз, және Алла ғана біледі. Тіпті өзіңіз де ұмытып кеттіңіз. Міне сол кезде ризығыңыз артпаса, онда көріңіз. Және ризықты арттырудың тағы да бір жолдарының бірі, бұл әрдайым Алла тағаланы еске алып жүру, дұға ету. Себебі ризық ол біздің жұмысымыздың көп істегендігінен, немесе аз істегендігінен не істемейді, артып кеммейді. Анада ризық көп қой деп сіз ойламаңыз. Өйткені сіздегі ризық мәселесінде, дүнияуи мәселелерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге нені үйретті? Дүнияуи мәселелерде өзімізден төменге қарауды үйретті. Ал бүгінгі күн әлеуметтік желіде не үйретіп жатыр? 5 миллионердің қасында жүр, 6-шысы боласың. Сөйтеміз де біз ана 5 миллионерге жетеміз дегенше мышлениемізді өзгертеміз, қарызға кіреміз. Қазір блогерлердің көбісі мойындап жатыр ғой: "Мен сонша тапқан ақшамды Есентайға жұмсаппын, жаңағы пәтерді
Әл-Фараби жақтан алуға жұмсаппын, соның орнына мен бүйткенде ғой, сөйткенде ғой деп мойындап жатыр. Ол негізі шариғатта бар нәрсе. Саған дүниемен жақсы, сен бай бол, бақытты бол, бай қуатты бол. Бірақ сол дүниені мақтанып жоқтарға көрсету бұл біздің дінімізден емес. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Көршің аш жатып, сен тоқ жатсаң, бұл бізден емес деді. Ойлаңызшы. Ал енді сен көрсетіп жатсың да, бүкіл дүниеңді, машинаңды алған, міне менде бар, мен осылай жеттім деп. Онымен біз не қалап жатырмыз? Расында біз сол амалдарымызбен сауап алып жатырмыз ба? Бір сәтке ойланып көрейік. Ризық мәселесінде біз өте мұқият болуымыз керек. Себебі бізге ақыретте пайда беретін ризық бар. Керісінше ақыретте бізге зиян беретін ризық бар. Біз қайсы ризықты жинап жүрміз? Және де осы ризық жинау мәселесінде біз құлшылығымыздан кемшілік кетіріп жатқан жоқпыз ба? Яғни жұмыс істеймін деп мен намазымды қаза қылып алып жатқан жоқпын ба? Адамдармен ренжісіп жатқан жоқпын ба? Яғни біз осы нәрселердің барлығына анализ жасап шығуымыз маңызды. Соның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезіндегі болған оқиғамен аяқтағым келіп тұр. Біліңіздер, Алла тағала біреуге байлық берсе дейді, бұл хадисте емес, қазір хадиске келеміз, оқиғаға. Алла тағала біреуге байлық береді дейді. Егер ол кедей болса, ол Алланы ұмытады дейді. Алла тағала біреуге кедейлікті береді. Егер ол байып кетсе, Алланы ұмытады дейді. Алла тағала біреуге денін сау қылады. Егер ол ауырып қалса, Раббысын ұмытады дейді. Алла тағала біреуге ауру береді. Егер де ол жазылып кетсе, Алласын, яғни Раббысын ұмытады дейді. Қараңыздаршы, Алла тағала біздің әр халімізде бізге пайдалы болсын деп жасап отыр ғой. Тек біз соның мәніне жете алсақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінде мешіттің көгершіні деп аталған бір сахаба болады. Ол әрбір намазын мешітте оқиды екен. Пайғамбарымызға келеді, я Алланың елшісі, маған мал дүние сұрашы дейді. Жаңа мен осындай садақа беретіндерден болайын деп. Пайғамбарымыз оны әркез келген кезде, сен үшін осы жүрсің қайырлы дейді. Өйткені ол мешіттен шықпайды ғой. Келесі жыл тағы келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, сен үшін осы жүрсің қайырлы дейді. Сосын қоймай қойған соң бір күні пайғамбарымыз дұға етеді. Және расында ол адамның мал дүниесі көбейеді дейді. Малы кәдімгі қойлары көбейген кезде дейді, басында ол өзінің үйіндегі қорасын кеңейтеді, иә. Сөйтеді да, не істейді? Сол малдарын игерем деп жүрген кезде ол мешітке аз бара бастайды. Бір күні жаңағы малдарының көбейгені сонша Мединаға сыймай кетеді екен да, ол сыртына қарай шығып кетеді. Жаңа малды игеру үшін былай айтқанда. Сөйтеді да мүлдем мешітке келуді қояды. Ойлаңыздаршы, яғни ол неден айырылды да? Кейде біз осылай ризығым деп тек материалдық дүниені қуып жүрген кезде ақыретіміз ақсап қалып жатқан жоқ па? Әсіресе әйел кісілер, әсіресе декретте отырған аналар, сондай-ақ жұмыс істемейтін немесе көп балалы аналар, өзімізді кінәлаудың қажеті жоқ. Балалы болу, сол декретте отыру, бұл сіздің ризығыңыз. Әлі де сіздің күніңіз туады. Менің құрбым сөйтеді, 6 баласы бар жаңағы. Оқу бітірген кәдімгідей. Қазір неде жұмыс істемейді, үйде осы 6 баласын мектепке жібереді, алып келеді деген сияқты. Сол кездескен кезде айтады да, әлі де біздің жұлдызымыз туар деп. Иншалла сіздің де әлі жұлдызыңыз туады. Егер сіз атақты болғыңыз келсе, білмеймін, ақша тапқыңыз келсе, бірақ дәл қазіргі ризықты сіз баланың ризығын, мысалы уақытында емізу, балаға махаббатыңызды беру, сіз баланың да ризығын өзіңіз мына жақта ризық іздеймін деп жүрген кезде қысып қалмауыңыз керек та. Өйткені Алла емізулі баланың ризығын сізге байлап қойды. Енді сіз жұмысқа шығып кететін болсаңыз, ол баланы тастап, онда сіз оған қиянат жасап қоюыңыз мүмкін да. Сол себепті егер зәрулік болмаса, тырыспаңыздар. Жаңағы жоғарыда айтылған нәрсені сіздер үйде отырып жасасаңыздар да, сол арқылы Алла тағала отбасындағы отағасының да ризығын реттейді. Себебі ризық отбасыға келеді. Бала саны көбейген сайын, қазақта мақал бар ғой, бір бұзау туса, бір жусан артық өседі деген. Яғни не істейді? Алла тағала сіздің балаңыз дүниеге келген сайын ризықтарыңызды арттыра береді. Мен бір құрбым бар еді, ең алғаш арамызда тұрмысқа шыққан. Айнұр, білесің ба деп күледі. Неге десем, бірінші баласын туған кезде күшті квартираға көшкен, екінші баласын туған кезде жаңағыдай стиральный машина алған, үшінші баласын туған кезде кәдімгі машина алған, төртінші баласын туған кезде үй алған деген сияқты. Сонда өзі айтатын да, сол біз оған кішкене арасын ұзартсай деп, енді пендеміз ғой, айтқан кезде солай айтатын да, ол сендер түсінбейсіңдер одан қандай ризық келіп жатқанын деп. Сондықтан біз білмейміз балаларымыз арқылы бізге қандай ризық келетінін. Біздің қазір үйде отырғанымыз арқылы күйеуіміздің бәлки Алла ризығын реттеп жатқан шығар. Сондықтан асықпаңыздар.
Ризыққа қарай асықпаңыздар. Білесіздер ма? Алла тағала Құран кәрімде айтады, намазға қарай асығыңдар дейді да, намаз біткен соң ризықтарыңды іздеуге тараңдар дейді. Болды. Бүгінгі дәрісті соңғы өзімнің оқиғаммен аяқтағым келіп тұр. Мына барлық адамдар 24-ші жылды есеп беріп бітіріп жатыр ғой. Осы 24-ші жылда менде бір үлкен арман мақсат болған. Бірақ соңғы айларына келгенде мен оған жете алмайтынымды білдім, түсіндім. Тіпті командам да біледі. Арнайы біз 50 миллион деп те жазып қойған тобымыз бар еді. Бірақ ол суммаға біз жете алмадық. Алланың қалауымен оны мен түсінем, білем. Бірақ мен сол 50 миллионға жеткен кезде жасайым деп жүрген нәрсені мен соған жетпей-ақ, маған ойламаған жерден 2-ақ түнде ол нәрсе келді да. Сенесіздер ма? Менде 50 миллион жоқ. Бірақ ол нәрсе маған келді. Сол кезде ойладым мен, біз екен ғой ризыққа қарай асығатын. Негізі ризық керісінше өлім бізді қай жерден тауып алған секілді, ризық та бізге солай қарай асығып, бізге жетеді дейді. Сондықтан қазақта айтады, дәм тұзы таусылмайынша адам өлмейді дейді. Яғни біздің дәм тұзымыз, ризығымыз жетпейінше, бізге толығымен берілмейінше біз өлмейміз. Сондықтан ризыққа қарай асығып, ризыққа қарай жүгіріп, өзімізді шаршатпайық. Сіз амалыңызды жасаңыз, нәтиже Алладан, ризығыңыздың берекелі болуын тілеуді ұмытпаңыз. Егер бүгінгі дәріс сізге пайдалы болған болса, жүрегіңізге тыныштық сыйлаған болса, онда дәл осылай өзіңіз сияқты ризығын уайымдап жүрген, тревожності қосылып жүрген аналарға, әпкелерге, сіңілілерге осы видеомен бөлісіп, чаттарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ комментарийге сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Оның барлығын оқып, міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Егер бүгінгі дәріс сіздер үшін пайдалы болған болса, онда каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Осы арқылы сіздер каналда шыққан жаңа видеоларды алғашқылардан болып көресіздер. Келесі дәрістерде кездескенше, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.